Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Арнамды жоғалтып алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздерге терең мағыналы, әсерлі әңгімелермен бөлісетін боламын. Туа салып, нағашы жесі етегіне салып, үлде мен бүлдеге орамаса да, орғыған опасыздардан қорып-ақ өсірді. Ел қатарлы мектеп бітіргені болмаса, зұлым қатын жеңгенің отымен кіріп, күлімен шығып, жұмыстың ауыры мен жеңілін сұрыптамай, тырбыңдай атқарып бой жетті. Жуас жүндегенге жақсы демекші, отырса опақ, тұрса сопақ өмірден безініп кететін кезі де аз болмады. Қателіктерге ұрынып опық жеген тұсуда баршылық. Арбасы сүйреушісіне емес пе? Қисық жолға түсіп, адасуға бет алған нәзік жанды қыздың алған бетінен қаққан жанашыр болды ма? Қорғаушысы да, қолдаушысы да жалғыз кемпір. Оның өзін сыйлап, ыстық шайын демдеп, жайын келтіріп отырмаған зұлым қатынның қылығын үшке бүгіп, жұтумен келеді екі сорлы. Ескертулер мен шағымдардан не өзгерсін? Күйеуінің таяғын оңдырмай жеп алып, ертесі өз әләуліміне салып, бәз-баяғы тірлігін жалғастыра беретін. Ол күйеуді де екі айналдырып, бес түсіріп, есін аудырады. Есесіне келесі күні оранып жатып алып, дастархан жайылмай, от жағылмай, шұбырған балалардың қарындары ашып, үйдің берекесі кететін. Әжесі екеуі қазан қайнатып, үй жылытып, сиыр сауып, бітпейтін күйбең тірлікті бастарына киіп алып, сілесі қататынды. Аяқ астынан келген жұмбақ ажал, сүйеніші де ең жақыны әжесінен қас пен көздің арасында екі сорлыны айырып кетті. Аналап жылаған қалың елден, баладан Раянаның зары ащы еді. Оны түсініп жатқан кім бар дейсің? Балапан басына, тұрымтай тұсына, ғұмырдың заңын әлде қашан-ақ түйсінген байғұс жетімдігімен бетпе-бет қала берді. Бұрынғы күні бүгінгі күнінен бақыт екен-ау бұл бейбақтың. Жеңгенің қылтың-сылтыңы көбейіп, жұмысы ауырлай берді. Тырбыңдай берсе де таусылмайтын үй шаруасы әбден мезі қылды. Көршінің баласы орыста болса, әңгіме дүкен құруға жарап тұр. Орысша мектеп бітірген қызға орыстың ұлымен сөйлесу қиындық тудырған жоқ. Сөйлесу сырласуға ұласып барады. Ертелі-кеш галюшын тырпылдатып, кіріп-шығып, шекілдеуік шағып, босқа жүретін жеңгенің мінезі көрші қолаңға да жақсы аян. Көшеде өткен-кеткенмен өсек айтып, тапқан балаларына да қарап жарытпайтынын көршілердің барлығы дерлік айтып та отырады. Кір қожалақ балаларды сүйреп жүріп, ас пісіріп, шай қайнатып жүретін қыздың бұғанасы қатпады-ау деп аяйтын жан жоқ екенін көріп жүрген орыс баласы да жанның ашығанын жасыра алмайтын. Өз анасы да арақ құмар болған соң, үйдегі барын әкеліп, қолынан келгенше сыйлық жасап, көзі мөлтілдеп тұратын Раянаны барынша жұбатуға тырысатын. Еңбекқор күйеуі де үйде бір тұрақтамай, қона жұмыс жасайтынын пайдалана білген зұлым қатын, қаршадай қызды үйінен қуып шығып, есігін жауып алып, далаға қондырған құйтырқы қылығы аз болмады. Орыс жігіт бас иесі жоқ бейшараның қасынан табылып, сорын бөлісетін байқап жүрген жеңге, байқамаған ыңғай танытып, теріс айналған. Ішкі ойы белгілі тісқаққан орыспен әуен болады-ау деп еш аяулық қылмады. Кейде тіпті ол орысқа өзі тапсырған заттарын алдыртып, тапсырысы әкелінгенде сылқия тойып алып, масайып, қайын сіңілісін өз қолымен шығарып беретін. Әжесі көбіне айта бермейтін жеңгенің сойқан сырларын бұл да жасыра ішіне жұтып дағдыланған. Көрші қолаңды шақырып алып, күні-түні арақ ішетінін де айта алмады. Ақылға салып тәртіпке шақырмайтын ағаның өлімші қылып сабап тастайтын қызба мінезі мен қысқа ақылынан ештеңеде өзгермейтінін білетін Раяна
күніне қайыл. Оңашада егіл-тегіл жылап, зарын әжесінің иісі сіңген жастығымен бөлседі. Күлімсіз сасыған кір үйдің ішіндегі ең жанына жақын орын осыда еді. Кезінде әжесінің қойнына алаңсыз ұйықтайтын темір керует. Жылай-жылай талықсып ұйықтап кеткен Раяна сасық иістен оянды. Қараңғылап перделерін жауып тастаған үйдің өз иісі де осал емес. Алайда мына иіс дәл танауының астынан шығатын сияқты. Тіпті үдетіп танауын жарып барады. Жастықтан басын жұлып алған Раяна қарсы алдында біреудің қарауытып тұрғанын көрді. Ұйқылы көзін аша алмай қос жұдырығымен мыжғылай берді. Алдында шайқалып, удай мас құда баласы тұр. Көбіне үйде ағасы жоқ кезде пайда болып, артынша жып беріп жоқ болып кететін. Бүгін де дәл сол әдетімен пайда болыпты. Тамаққа тойып алып, ұйқысын қандырып, әпкесінің қалтасын қағып, жер кезінде жоқ болып кете қалатын інісінің аяқ астынан тағы да келе қалып, қайын сіңісіне өңмеңдеп тұрғанын көрген жеңгесі есікті жаба салды да әрі қарай шығып кетті. Раянаның құрсағы дөңгеленіп бұлтиып қалыпты. Қыздың толысып келе жатқанынан секем алған туыстары жеңгесін қыспаққа алып сұрақ жаудырды. Сүттен ақ судан таза болып шыға келетін зұлым қатынға бұл жолы да ешкім сай келмеді. Көршінің баласымен жасырынып сөйлесіп, қора-қопсыны тығыла әңгіме құратынын айтып, еңірегенде етегін толтырды. Еш жұмысты істегісі келмей, күнұзақ жатып алып, кешкісін орыс баламен сыбырласып отырып алады деп зар иледі. Ойлағанындай-ақ күйеуі әйелін жақтап, қарындасына шүйлікті. Жақындарына сыр тартып талай шындықтың жиегін сөккенімен, қыздың сөзі тағы да елеусіз қала берді. Қырамыз, жоямыз деп келген азын-аулақ жанашырдың да үні бәсеңдеп, жүні жығылып тынды. Тауы шағылып қыз қалды. Ашулы елдің аузын жауып, отқа су сеуіп, зұлым қатын бұл жолда судан құрғақ шығып, сытылып кетті. Басқа балаларым сыйған жерге бұл балада сияды. Өзім бағам, менің балаларым жегенді жеп, ішкенді ішеді деп, бұлқан-талқан болған әйелдердің жынын басып, бауырыңды соямын деп кіжінген сойқан еркектердің тоң көңілдерін де оп-оңай жібітіп жіберді. Жас болған соң қателеспей тұрама. Болар іс болған екен, енді жабулы қазан, жабулы күйінше қалсын деп, күн тәртібіндегі мәселені аяқтады. Раянаның жүктілігі бұрынғы өмірінен жеңілдеу болды. Анталаған көздердің сынап, аңдып отырғанын жақсы білген зұлым қатын көбіне еркін қоя беретін. Туыстарды аралап, қыдырып келіп, үй шаруасына әлде қайда жеңілдік алып, 9 ай 10 күнді жеңіл өткерді. Сәуірдің сәулелі бір күнінде дүниеге бар даусымен іңгәлай жар сала келген қыз баланы келіскендей-ақ жеңгесі бауырына салды. Ел-жұрт соны құттықтап, бауы берік болсын деп жатты. Жас ананың сүті сұйық, жүзі қуарып солғын тартады. Омырауынан қанша мыжғыласа да бір тамшы уыз шығар емес. Емшекте баласы бар, қол-аяғы балғадай, қоңды жеңгесіне қанша жалынғанмен шырылдаған жарананы бір емізіп беруге көндіре алмай-ақ қойды. Күні кеше ғана біздің келін керемет жан деп бір-біріне қарап, көздерінен аққан ыстық жасы жүзін қарыған туыстары шарананы бауырына қыса түскен келіндерін мадақтай берген еді. Алайда бүгін барлығы да істің төркінін түсіне алмай дал болды. Қанша барса да далада желдің өтінде ашық-шашық жататын нәрестенің мүшкіл халін көрді. Жаялығы бір ауыспайтын бейшараның құйрығы қырқылып, жан шыра шыңғырып жатқаны. Мына балаға обал ғой, тым құрса сүт берсеңдерші деп келген ел ашуға булығатын болды. Зұлым қатын сассын ба? Қызының ескі бөтелкесіне шай құйып әкеліп, сұйық сылдыр суды беріп тұратын да,
ұмсына сорған аш балаға көзінің қиығын да салмайтын. Бәрінен қызығы қырқынан шыққаны болды. Жұпыны ғана жайылған дастарханға көршілердің әйелдері түгел жиналды. Шай құйылып ас әкелінді. Баланы бесікке салу, тырнағын алу, шашын қырқу деген сияқты ел жасап жүрген ұзын сонар ырым-сырымдардың біреуі де жасалмады. Керісінше зұлым қатын құндақтаулы періштені алып шықты да алқа қотан отырған әйелдерге берді. Қолдан қолға ұзатылып, барлығы бір-бірден бетіне үңіліп, көзі көк, жүзі сары сәбиге зер сала қарады. Тек ешқайсысы да ләм-мим деп ештеңе айтпады. Зұлым қатын бауырында өзінде аман алып қалғаны өз алдына өздерін оп-оңай-ақ ың-шыңсыз ақтап алды. Бейшара сәби ол үйге басқа балалары сыйғандай сыймады. Басқа балалары жегенді жемеді. Аз күннен соң балалар үйіне құжаты жиналып, кете барған сәбидің іздеушісі де болған жоқ.